Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен кафеге барғанда үнемі заказ беретін осындай Ташкент шайының рецептісін түсірдім. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріңіздер және міндетті түрде жасап отбасы мүшелерін қуантуды ұмытпаңыз. Ең алдымен бұл Ташкент шайын дайындау үшін бізге лимон қажет және апельсин, мята, нават, немесе бал қоссаңыздар болады. Нават болмаса, оның орнына қант қоссаңыздар да болады. Осылай лимонымызды жіңішке бөліктерге кесіп аламыз. Міне видеода көріп тұрғандай жіңішке тілімдерге кестік. Жасалуы өте оңай және көп затты қажет етпейді. Одан кейін апельсинімізді кесеміз. Осындай бір апельсин, бір лимон алып қойсаңыздар, 2-3 одан да көп Ташкент шайын жасап ішуге жеткілікті болады. Апельсинімізді екіге бөліп, осылай жарты бөліктерден жіңішке етіп кесеміз. Осы Ташкент шайын дайындау үшін бар жоғы 500 теңге кетті. Шайнегімізге осылай миятамызды саламыз, жалбызымызды, одан кейін апельсинді саламыз, наватты қосамыз, лимон тілімдерін салатын боламыз. Құрметті менің көрермендерім, менімен бірге міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Өздеріңіз байқағандай каналдағы барлық видеоларды қарап көріп шықсаңыздар, ең оңай және сіздің уақытыңызды алмайтын оңай ғана жасалатын рецепттермен бөлістім. Сол үшін міндетті түрде подписка жасап қоюды ұмытып кетпеңіз. 2 шай қасық қара шайды қостым және 1 шай қасық көк шайды қостым. Егер көк шай болмаса, қара шайдың өзімен дайындай беріңіздер. Үстіне қайнап тұрған суымызды құямыз. Осылай суымызды құйып болғаннан кейін 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін үлкен қасықпен шайымызды бір араластырып жіберіңіздер. Себебі ішінде тұрған жаңағы түбіндегі нават немесе мед салсаңыз, солардың барлығы түбінде қалып қоймауы керек. Шайымыздың барлығы жақсылап араласуы қажет.